Ма Тараз техника және бизнес колледжі, пән қазақ тілі мен әдебиеті, бөлім тәуелсіз еліміздің өткені мен келешегі. Сабақтың тақырыбы Дүкенбай Досжанның төрт патшаны көрген кейуана хикаяты. Оқытушы Нұрмаханова Мөлдір Қасенқызы. Оқу мақсаты: пән бойынша автор позициясын және көтерілген мәселеге қарым-қатынасын тыңдаушыға ықпал ету тәсілін талдай отырып, негізгі ойды анықтау. Шығармашылық жазба жұмыстарында көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарын тиімді қолданып жазу. Мәтін құрастыруда есімдіктердің мағыналық түрлерін стильдік ерекшеліктеріне сай қолдану. Сабақтың мақсаты: мәтінді тыңдай отырып негізгі идеясын анықтау, мәтінде көтерілген мәселені, оқиғаны талқылау, мәтіннен детальды ақпараттар мен астарлы ойды анықтау. Жазба жұмыстарында есімдіктер мен көркемдегіш құралдарды айшықтау амалдарын тиімді қолдану. Бағалау критерийлері: мәтінді тыңдай отырып негізгі идеясын анықтайды, мәтінде көтерілген мәселені, оқиғаны талдайды, мәтіннен детальды ақпараттар мен астарлы ойды анықтайды. Жазба жұмыстарында есімдіктер мен көркемдегіш құралдарды айшықтау амалдарын тиімді қолданады. Ойлау дағдыларының деңгейі: білу, түсіну, қолдану. Жоғарғы деңгей дағдылары: талдау, жинақтау, бағалау. Сөйлеу әрекетінің түрлері: тыңдалым, айтылым, жазылым. Ой түрткі: Дүкенбай Досжан туралы не білесіз? Қандай шығармаларын оқыдыңыз? Дүкенбай Досжан шығармаларының ерекшелігі не деп ойлайсыздар? Дүкенбай Досжанның төрт патшаны көрген кейуана хикаяты өз анасының өмірінен арналған шынайы деректерге негізделген шығарма. Жазушының анасы Жәмилә Жанұзаққызы 101 жасқа келіп, ғұмырында 4 ел басқарушы тұлғаны өз көзімен көрген адам. Дүкенбай анасының басынан өткен оқиғаларын әсерлеп, екшеп, көркем тілмен кестелеп, төрт патшаны көрген кейуана атты хикаят жазды. Білімгерлер, жаңа сабағымызда кездесетін жаңа сөздермен таныса отырайық. Дәптерлерімізді ашып, мына жаңа сөздерді жазып аламыз. Кейуана: жасы ұлғайған, көпті көрген қария. Патша: ел басқарушы адам, көшбасшы. Озат: еңбек жолында жақсы нәтижеге, жетістікке қол жеткізген адам. Сауыншы: сиыр, бие сауатын адам. Тыңдалым тапсырмасы: мәтінді мұқият тыңдаңыздар, автордың не айтқысы келді? Мәтіннің негізгі идеясын анықтайтын сөйлемді табыңыз. Қалай ойлайсыздар? Оқиғаның шындыққа қатынасы бар ма? Өз ойларыңызды дәлелдеп айтыңыздар. Тыңдаймыз. Мәтін: төрт патшаны көрген кейуана хикаят. Анам Жәмилә 101-ге келіп дүниеден озды. 2004 жылы 11 желтоқсан күні. Бір ай бұрын, дәлірек айтсам, 15 қараша күні Астанадан алыстағы Жаңақорған ауылынан жырақ түпкірде жатқан Келінтөбе ауылында төсек тартып, әлсіреген шешемнің көңілін сұрап, 2 күндей қасында болып қайтқан едім. Арада 25 күн өтті. Өтті ме, өтпеді ме, жеңгем қыз Сұлу телефон шалып, апам дүниеден озды, сенбінің кешінде деп қайғылы хабар айтты. Төбемізден тас түскендей болды. Бізге о кісі 100-ден асып жасай беретіндей, төзімі темірден жаратылғандай, төсекте бірер ай саржамбас болып жатып тұрып кететіндей сезілуші еді. Астананың түстік шығысынан салынған жаңа коттеджге көшіп кіріп, бас аяғымызды жинай алмай, былыққан қарбалас кеште есеңгіреп жүріп жолға жиналдық. Есеңгіреген бойы маңайдағы дос жаран іздедік. Аэропортқа Зайыбым екеумізді бір топ кісі шығарып салған. Ішінде Әбіш Кекілбаев бар. Үйіліп тұрған кісілердің арасынан сөз аралап, апам марқұм төрт патшаны көрдім деп айтып отырушы еді деп едім. Кекілбаев аяқ астынан сөз тауып: не деген берік, қажырлы кісі. Біз болсақ бір патшаға сыр беріп жүрміз. Ол кейуана төрт патшаны мүжілмей басынан өткізген, 100 жыл жасаған деп басын шайқап жұртты ду еткізді. Зайыбым екеуміз Шымкентке ұшатын ұшаққа отырып кете бардық. Әлгі ұйылысқан дос жаран соңымыздан қош айтысып қол бұлғап қала берді.
Ұшақ ішінде бұл тарасымен келе жатып, анам марқұмның басынан 4 патшаны қалай өткізгендігін бейнелі сөзбен баяндап қағазға түсірейінші деп ойладым. Алыс қиырға көз салып қараған жолаушыға ұқсадым. Адам көп жасайын деп көп жасамайды. Жаратқан иенің пәрменін орындайды. Босатқан дәміразығын татып өтеді. Баяғыда студент кезімізде ұстазым Мұхтар Әуезов бәлі, мен өзім қос бірдей қоғамдық формацияны, феодализмді, социализмді бастан өткізген адаммын ғой деп сөз арасында айтып қалған еді. Сол айтқандай жастық өмірін сонау жасыл белестің арғы қабағында қалған феодализмнен бастап қызыл төңкерісті көріп, социализм дәуірін кешіп, мына қазақ баласы ұлт ретінде тәуелсіздік алып, капитализмнің нарықтық машақатына топ ете түскенін көрген ел анасының бан кешірген өмірін кезең-кезеңімен баяндап берсем ғой. Бәлкім біреуге тасқа жанғандай қажырлы өнеге болар. Бәлкім тастай берек төзім иесін тани түсер. Өмір сүре берудің өз үлкен өнер. Сол өнердің күнгейі мен көлеңкесіне зер салып, көкірек көзімен қарап тәлім алар. Құрғанда кейінгі буынға сабақ болар, тірі сөз қалар. Ендеше тәуекел еттім. Ана марқұмның көзі тірісінде әр қилы көңіл қалыбында отырып, үзіп-үзіп айтқан әңгімесін бір желінің бойына тізіп, оқырмандарға қайта әңгімелеп беруге тәуекел еттім. Қабыл алыңыздар. Айтылым дағдысы бойынша тапсырма, ой-талқы. Мәтінде аталған оқиғалар туралы не білесіздер? Себебін талқылап айтыңыздар. Тапсырма. Сұрақтардың жауабын болжаммен тауып сәйкестендіріңіздер. Білімгерлер, сіздерге кестеде бір бетінде сұрақтар, келесі бетінде жауаптар берілген. Сіздер сұрақтарды оқи отырып, осы жауаптардың болжамды түрлерін келтіресіздер. Сіздерге уақыт беріледі. Дәптерлеріңізге жазыңыздар. Жақсы, білімгерлер, сіздердің жауаптарыңыз осындай болды деп сенімдімін. Анасы қай жылы қайтыс болды? Анам Жәмилә 101-ге келіп, дүниеден озды. 2004 жылы 11 желтоқсан күні. Анасының айналысатын кәсібі қандай? Ауданның алдыңғы қатар сауыншысы Жанұзақова Жәмилә. Жәмилә Жанұзақ қызының марапаттары қандай? Тылдағы ерен еңбегі үшін медаль. Анасының бойындағы бір мінезін білдіретін сөйлем қайсысы? Енді өлсек те шынымызды айтып өлейік те. Жәмилә қайда, неге, ненің құрметіне шақырылды? Жеңіс мерекесіне орай ашылатын выставкаға Мәскеуге шақырамыз. Жанұзақова Жәмиләні. Анасының өміріндегі ерекше оқиғалар қандай? Апам марқұм 4 патшаны көрдім деп айтып отырушы еді. Жауаптарыңыз дәл осындай болғаны сенімдімін. Барлықтарыңыз жақсы жазыңыздар деп ойлаймын. Ал енді жазылым дағдысы бойынша тапсырмалар. Мәтіннен есімдікті тауып сөйлем құраңыздар. Көркемдегіш құралдарды тиімді пайдаланып, өз анаңыз туралы шағын әңгіме жазыңыз. Мәтінде көтерілген мәселені анықтаңыз. Сол мәселе бүгінгі күні өзекті ме? Өз ойыңызды формула арқылы жеткізіңіз. Бірінші сөйлем. Менің ойымша деп санаймын. Екінші сөйлем. Себебі оны бұлай түсінемін. Үшіншісі, оны мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Соңғы сөйлем, осыған байланысты мынандай қорытынды шешімге келдім деп осы формулаға салып сөйлем жазасыздар. Келесі еске түсірейік. Егер сіздер есімдіктердің ұмытып қалсаңыздар, есімдіктердің мағыналық түрлері қаншаға бөлінеді? Алдарыңызда кестеде көрініп тұрғанда есімдіктер 7-ге бөлінеді. Жіктеу есімдігі ол мен, сен, біз, сіз, сіздер дегенді білдіреді. Сілтеу есімдігі бұл, сол, осы, анау, мынау, тағы басқалары. Сұрау есімдігі кім, не, қандай, қанша, қандай, қайдан дегенді білдіреді. Өздік есімдіктері өз, өзі, өзімен, өзімнің деген сөздерді білдіреді. Белгісіздік есімдігі әлдекім, әркім, әрбір, кейбіреу. Болымсыздық есімдігі ештеңе, ешкім, ешбір, ешқашан. Жалпылау есімдігі бәрі, барлық, барша, күллі деген сөздерді білдіреді екен. Бұны естерімізге түсіріп алдық. Енді ары қарай тапсырманы орындаймыз. Тапсырма. Өлеңді түсініп оқыңыз. Есімдіктердің мағыналық түрлерін қолданып, креативті мәтін құрастырыңыз. Менің ненем.
Менің енем 100-ден асып барады, соңғы 10 жылда күңгірттеніп жанары, қалғанымен отырып ақ біледі дүниенің арғы бергі хабарын. Көремекен көкірегінің көзімен, салмақтайма жүрегімен сезіне, сөз саптаса өткенінен сапырып, жол көрсетер көзі бардың өзіне. Талантына соғыс өртті дөп келген, жақсыны да жаманды да көп көрген, 3 ғасырдың таңыменен таласып, 3 ғасырда 3 патшаны өткерген. Шүйкедей-ақ бірақ рухы шөкпейді, қоғамды да адамды да сөкпейді. Не көрдіңіз деп сұрасам апамнан, жақсы адамдар дүниеде көп дейді. 8 мүшел көріпті өмір сүргелі, байлық арсыз бір кетіпті бір келіп. Баянымен бұл өмірде қалғаны, ұрпақтары ел болыпты іргелі. Сәуле Досжанова, Кейуананың келіні. Рефлексия, кері байланыс, шығу парағын толтырыңыздар. Ой тараза, берілген сұрақтар бойынша шығармаға өз көзқарастарыңызды білдіріңіз. Бүгінгі сабақта қандай тапсырма бойынша белсенділік таныттыңыз? Қайсысы түсініксіз болды? Неліктен? Есімдіктерді дұрыс қолдана алдыңыздар ма? Бағалау. Сабақ бойынша жалпы пікір, білім алушыларды бағалау критериясы бойынша бағалаймын. Білімгерлер орындалған тапсырмаларыңызды дәптерлеріңізге жазып, кері байланысқа шығамыз. Көріскенше қош сау болыңыздар.